Бұл күн менің өмірімдегі ең ерекше ұмытылмас сәттердің бірі болды. Себебі мен алғаш рет СДУ университетіне аяқ бастам. Бұл тек қана бір күндік сапар емес, бұл менің болашақ мамандығым мен арманыммен байланысты үлкен қадам болды. Мен бұл жерге журналист болғым келеді атты республикалық байқаудың финалисі ретінде келдім. Таңертеңнен бастап ерекше көңіл күйде болдым, барынша дайындалып ерекше шабытпен келдім. Іштей тоқып тұрғанымен жүрегім қуанышқа толы еді. Алғаш рет университетті көрген сәтімде оның әдемі келбеті көзімді бірден баурап алды. Сыртқы көрінісі сәнді, ал ішіне кіргенде мүлдем басқа әлемге енгенде әсерде болдым. Атмосферасы өте жылы. Студенттердің жүздерінен білімге деген құштарлық, шығармашылыққа деген ынта көрініп тұрды. Байқаудың ашылу сәті ерекше есте қалды. Бізді ұйымдастырушылар қуанышпен қарсы алып, әрқайсымызға сыйлықтар табыстады. Блокнот пен қалам, шырын шай, бейджіктер, тәттілер және стикер пак. Осындай ұсақ-түйек сыйлықтардың өзі көңілге үлкен қуаныш сыйлады. Себебі олар бізді осы үлкен шараның нағыз қатысушы ретінде сезіндіре білді. Осылай әдемі отырып, мен салтанатты ашылу кезіне келдім. Ресторанда мырзалар, журналист болғым келеді өте байқауына қош келдіңіздер. Біз бастаймыз. Ашылу рәсімінде бізді СДУ университетімен таныстырған болатын, және де студенттер бізге шағын концерт ұйымдастырды. Университет деканы да бізге бір ауыз жылы сөздер айтып кетті. Байқау ұйымдастырушыларының дайындыққа қаншалықты көп күш салғаны бірден байқалды. Әртүрлі қойылымдар, музыкалық нөмірлер көрсетілді. Талантты студенттер әсем әндер орындап, музыкалық шығармалар ойнады. Әсіресе байқаудың басында айтылған құттықтау сөздер ерекше әсер қалдырды. Олар бізге үлкен шабыт сыйлап, журналистика саласының қаншалықты маңызды екенін тағы бір рет еске салды. Сосын бізді топтарға бөлді. Әр топқа 2 ментор СДУ-дың студенттері жетекшілік етті. Олар бізге барлық бағыт-бағдарды түсіндіріп, көмектесіп жүрді. Менторлардың бұл күндерінің мәңгі есте қалады. Деп жеңімпаз болмасаңдар да өмір бойы ұмытылмас естеліктер алып кетесіңдер деген сөздерді жүрегіме мәңгі сақталып қалды. Сосын мен эссе байқауына барып, бізге эссеге 2 сағат берілді. Мен ең соңғы шыққан болатынмын және өз тобыма оралдым. Менің тобым өте тамаша жиналды. Барлығы да көңілді, ашық, жарқын адамдар еді. Біз бірден жақындасып, бір-бірімізге қолдау көрсеттік. Менторлар бізге университетті аралатып, үлкен экскурсия ұйымдастырды. Сол сәтте СДУ-дың ішкі өмірімен, дәстүрімен танысып, болашақ студенттерге қандай мүмкіндіктер ашылатынын көрдік. Біз пицца жедік, отырдық, әңгімелестік, өте көңілді болды. Жалпы сізден кейін біз тобымызбен жиналып, менторлар бізге арнайы пицца мен сусындар алып берді. Бізге бірге отырып, әңгімелесіп, күліп, бір-бірімізбен жақындақ таныстық. Бұл тек байқау ғана емес, достық пен жаңа әсерге толы күн болды. Біз университетті толығымен аралап шықтық. Мен сондай әдемі болып жүрдім. Жалпы экскурсия маған өте ұнады. Универ ішінде әсіресе кешке қарай өте әдемі көрінеді. Барлығы жарқырайды. Сосын университетті аралағаннан кейін біз Айту лайфқа барған болатынбыз. Айту лайфта өте қызық, әдемі, сондай студенттерге көптеген нетворкинг зоналары бар, фитнес және үлкен сондай спорт залы бар екен. Сондай түрлі кітапханалар бар, отыратын жерлер, студенттерге үй жұмысын жасауға өте көп орын қамтылған. Жалпы университеттің ең күшті жағы ол көрініс, сондай тауарға деген көрінісі. Ішінде де көптеген коворкинг зоналары бар, үй жұмысын жасауға арналған компьютер мен түрлі кітапханалар бар, коворкинг зоналар, және де ішінде негізі өте әдемі, маған ұнады. Сыртында әсіресе тауарға деген көрінісі ерекше болған. Сосын тобымызбен арнайы далаға шығып, топтық жұмысты орындауға кіріскен болатынбыз. Бізді негізі фильм түсіруге
айткан болатын. Сол кезде біз короткометражды фильмді түсірдік. Журналист болғым келеді байқауы туралы. Бұл короткометражды фильм менің профилімде бар, қарасаңыздар болады. Ал енді біздің уақытымыз тәмам. Бұл күн мен үшін үлкен шабыт көзіне айналды. Жаңа достарды таптым, жаңа тәжірибе алдым. Өзімнің болашағымды тағы бір қырынан елестеттім. Жалпы СДУ-ға барсаңыздар болады. Маған СДУ университеті маған үлкен мотивация салған болатын. Сол себепті бұл байқау жай ғана шара емес, менің өмірімдегі жаңа белесім бастамасы болды. Назарларыңызға рахмет.